Сәлем, менің қымбатты көрермендерім, сіздермен бүгін Айжан. Бүгінгі біздің әңгімелесетін тақырыбымыз бұл орысша айтқанда эмоциональное выгорание дегенде не істеу керек. Әр адам мұндай жайтпен өмірінде бірнеше рет әйтеуір оғымен кездеседі. Эмоциональное выгорание деген бүкіл бір жұма бойы соңында сіз қандай болып қаласыз? Ештеңе жасағыңыз келмейді, көңіл күйіңіз нөлден минусқа кетіп қалады, барлық адамдардың сізге айтқан сөздерін бір тікенек секілді, бір аурыңыз бір тікенек болып тұрғанда ешкімді қабылдағыңыз келмейді, ешкіммен сөйлескіңіз келмейді, түк жасағыңыз келмейді. Осындай кезде, ондай барлығымыз ондайдан өттік те, сондықтан осындай кезде мен не істеймін? Сіздерге айтарлық бір кеңестерім бар. Ең алдымен осындай кезде өзіңізді одан әрі мен осындаймын, мен қазір жаман сезінем, мен жаманмын деп өзіңізді еще больше айтады ғой, угнетать деп. Ондай жасамауыңыз керек. Ондайдан бәрі өтеді, оны түсіну керек. Және это нужно принять. Хорошо дегендей, әйтеуір есіңізді жиып, стоп, мен қазір өзімді нашар сезініп жатырмын, мен кішкене бір типа как депрессия сияқты ғой, сондайдың алдында эмоциональное выгорание, түк жасағыңыз келмейді. Сондай кезде өзіңізге бір демалыс алыңыз. Бұл дегеніміз ондайға сіздің әкелгеніңіз тым көп жұмыс жасап, тым көп болмайтын заттарды ойлап кеткеннен, соның барлығының әсерінен. Бізде мына жақта білмеймін, дауыстар естіп жатасыз ба? Частный сектор болғандықтан бір машиналар жүріп тұрады. Принимай металл, там черный металл деп, соның дауысы қазір мына жерден өтіп жатыр. Тез өтіп кетші. Естетсіздер ма? Жарайды, өте берсін. Сонда сіздер деген эмоциональное выгоранияны принять должны, және де өзіңізге брейк дейді ғой, тайм-аут алып, бүкіл шаруаларыңызды қойып, не істеген маған ұнайды, что я хочу сейчас сделать, что действительно вы хотите, соны жасаңыздар. Мысалы, менің өз басым ондай кезде мен кәдімгідей өз-өзіме көңіл бөліп, спа, там, не знаю, өз-өзіңіздің шашыңызға маска жасап, тек қана ондай кездерде жасамаймын әрине, бірақ сондай кезде өз-өзіңізге одан әрі екі есе көңіл бөліңіз. Өзіңіздің теріңізге, шаштарыңызға. Осы бірінші кеңесім, екінші кеңесім бұл далаға шығып таза ауамен демалып қайту. Таза ауаның көмегі өте керемет. Бұл деген қазіргі кезде карантин, жоқ, карантин емес бүкіл жерде, бірақ қазіргі кезде әрине қорқынышты, бірақ бір таза ауамен күнге шығып, бір көзіңізді жұмып, өзіңізді жақсы бір ойлармен елестетіп, жақсы ойлар ойлап, позитивті ойлап, менде барлығы жақсы, шүкір, тәуба деп, осындай бір жақсы медитация ретінде соны жасап көріңіз. Үшінші менің кеңесім, өлең тыңдаңыз, жақсы өлең тыңдаңыз, өлең айтыңыз, ешкім жоқта бақырып алып, құтырып, билеп алыңыз, солда да сізді бұл эмоциональное выгорание дейтін, яғни эмоциональдық, қазақшасын төменде егер прям точно қалай айтылатынын білсеңіздер жазып кетіңіз, мен енді сіздерге түсінікті ретінде эмоциональное выгорание деп айтып жатырмын. Және де өзіңіз не істегенді жақсы көресіз, сонымен айналысыңыз. Бұл кезде егер сіз одан бетер депрессияға шалдығып, ешкімді тыңдамай, өзіңіз жаман ойлар келіп, мен жаман болып тұрмын, одан әрі мен бүйттім, мен алдында олай жасамай кеттім, бұлай жасау керек еді, бір өкініш, сондай бүкіл негативті энергетика, эмоциялар болса, сізге одан әрі нашар өзіңізді сезіне бастайсыз. Ал егер түсіндіңіз, мысалы, просто жатасыз, сіз білмейсіз эмоциональное выгорание болып отырған. Сіз просто жатасыз бір кезде, мен не істеп жатырмын, не болып кеттім, менде барлығы жақсы, прям тамағым десе тоқ бар, киімім бар, дене ничего не беспокоит, да, денсаулығымнан. Сондықтан барлығы жақсы деп өзіңізді стоп, не ойлап кеттім деп әйтеуір бүкіл жаман ойларды алыс ұстап, өзіңіздің қазіргі күнде жақсы екеніңізді, барлығы жақсы екеніңізді түсініп, сондай және де жақсы өлеңдер тыңдап, позитивті ойлап
бастаңыздар. Бұл өзіме маған өте жақсы әсерін береді. Негізі ондай кездері әр адамда болады. Бұл әрқашан позитивті, все хорошо деп жүру кішкене қиынырақ екенін білем, бірақ сондайға тырысу керек. Бірақ сонда да периодически ондай кездер болады. Себебі біз өз-өзімізге көңіл бөлмей кетеміз, бүкіл шаруаны өзіміз алып жасап, ешкімге көмек сұрамай, барлығын өзіміз жасап, әйтеуір сол кезде бір қатты физически және эмоционалды шаршап кеткенде осындай бір кішкене өзімізді нашар сезінетін кездер болады. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, төменде менің арнама жазылыңыздар, достар. Күнде мен сіздермен осындай кеңестермен және де қандай тақырыпта видео көргіңіз келеді айтыңыз. Негізі мен осы күнделікті жүргізетін форматтағы видеоларымды бір отбасылық жағдай және де эмоциональды бір мотивация беретіндей, что жизнь прекрасна, сондай бір форматта жүргізгім келіп тұр. Және де осындай видеороликтер как прямой эфир болады менде. Сіздерді көргеніме, сіздермен бір әңгімелесе алғаныма өте қуанышты болып отырмын. Келесі кездескенше сіздермен бүгін болған Айжан. Сау болыңыздар.